Автократия дегеніміз не? Автократия биліктің бір адамның немесе элита деп аталатын белгілі бір кішкентай топ өкілдерінің қолында жиналуы. Бұл жүйеде демократия принциптері сақталмайды. Сайлау формальды түрде бар, бірақ іс жүзінде ешқандай рөл ойнамайды. Былайша айтқанда белгілі бір топтың мемлекетті абсолютті билеуі. Қазіргі таңдағы автократтар өздерінің автократиялық режимдерін барынша бүркемелеуге тырысады, және олардың бие қылғаны аса қатты тирандық не диктаторлық формаға ұқсамайды. Себебі қазіргі автократтардың басты мақсаты ол барынша көп ақша жымқыру. Оны клептократия дейді. Клептократия халыққа қызмет қылуды имитациялап, мемлекеттік қаражатты ұрлау арқылы жеке байлығын және саяси ықпалын арттыру үшін билікті пайдаланатын алаяқтар басқаратын үкімет. Ол экономикасы ресурстарға тәуелді кедей дамып келе жатқан үшінші әлем елдерінде жиі кездеседі. Клептократтар билікпен қатар бизнестің де жоғарғы эшелондарын иеленеді. Клептократтың танысы, туысы, жақыны үлкен пайда келетін бизнестің не экспортталатын шикізат өндірісінің басшысы атанып монополия құрады. Басқа бизнесмендердің дамуына кедергі келтіреді. Олар халықтың ақшасын жымқырып, мемлекеттік қаражатты өз пайдасына сән-салтанатқа жұмсайды. Тіпті клептократтар ұрлаған ақша көбінесе қоғамдық игіліктерге арналған қаражаттан алынады. Мысалға, ауруханалар, мектептер, жолдар, саябақтар және тағы да басқа. Тұрғындардың өмір сүру сапасын одан әрі төмендетеді. Клептократтар ұрлаған ақшаларын батыс шоттарына аударып, сол жақтан элиталық жылжымайтын мүлік сатып алады. Клептократиядан квазиолигархты топ пайда болады. Олар өздерінің арттарын жабу үшін бақ өкілдерін, журналистерді сатып алады. Демократияның негізін бұзады. Халық арасында оң имидж құру үшін қоғаммен байланыс фирмалары, яғни саяси пиар объектілерін сатып алады. Википедия бізге не дейді? Бұндай режим халық үшін өте апатты. Шетелдік инвестицияларды тарту перспективаларына нұқсан келтіреді және ішкі нарықтар мен халықаралық сауданы қатты әлсіретеді, яғни кедейлікке алып келеді. Клептократия мен автократия бір-бірімен тығыз байланысты. Біреуі екіншісінсіз болмайды. Белгілі клептократтардың тізімінде Украинаның экс-президенттерінің бірі Виктор Янукович, Ресей президенті Владимир Путин және Қазақстанның экс-президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев та бар.